Ассалаумағалейкум қазақ елі, құрметті жастар, төрт құбылаң тең болсын арнамыздың бүгінгі жалғасымды түсірілімі өздеріңізден келген төрт кітап адамды өзгертетін кітаптың осындай атаулығын тізімін айтсаңыз деген мағынадан сұрақ келген екен. Әрине адамның өмірін өзгертетін кітаптары өте көп, бірақ біз төрт құбылаң тең болсын дегенімізде сол төрт мәселе еді. Ол руханият, ол отбасы, ол денсаулық, ол табыс еді. Дәл осы төртеуіне қатысты кітаптар айтатын болсақ, ең бірінші кітап сіздің өміріңізді жақсартатын, өзгертетін кітап, ол Алланың кітабы Құран кәрім. Құран. Алла Құран кәрімде сендерді қараңғылықтан, адасушылықтан нұрға, бақытқа шығаратын кітап, ол Құран кітабы дейді Алла Құранда. Демек, бұл Құранның аяттарына үңілсеңіз, адамды өзгертетін қағидаттар Алла Тағала тарапынан жеңіл жолдарды өте көп айтқан. Мысалға бір сүрені алатын болсақ, Аср сүресінің өзін алатын болсақ, сол Аср сүресінде сол бір сүре бізге төрт қағиданы үйретеді. Уәл аср иннал инсана лафи хуср. Алла Құран айтады, мынау уақытпен ант етеді Алла Тағала, расында адамдар қасірет шегуде дейді. Бірақ иллиллазина аману ва амилус солихат ва тавасау бил хаққи ва тавасау бис сабр. Бірақ мынандай төрт жолды ұстанған адамдар, олар қасірет шегетін адамдар емес, олар адасатын адамдар емес. Олар кімдер? Бірінші иман келтіргендер дейді. Яғни сенетін Аллаға, оның пайғамбарына, оның періштелері, кітаптарына, тағдырға, қайтыс болғаннан кейін қайтадан тірілетініне және қияметтің болатындығына сену. Бұл жеті парыз. Демек, Алла соны айтып жатыр. Сол иман келтірген адамдар қасірет шегетін адамдар емес. Яғни ол адамдар мына өмірде мақсаты бар, бағыт айқын, осындай адамдар. Екінші, сол иман келтіргеннен кейін уамилус солихат. Жақсы амал істейтіндер, ізгі амал істейтіндер деп Алла Құранда мақтап жатыр. Демек, Құран бізді иман келтіріп, мен бірге жақсы амал істеуге, біреуге көмектесу, біреуге пайдаңызды тигізуді насихаттап, үгіттеп жатыр. Адам өзгеге көмегі тиген кезде сіздің жаныңыз шат болады. Яғни біреуге пайдам тиіп жатыр ғой деп, тым болмаса отбасыңызды мысалға сондай нәпақасын тауып жүрген адамсыз, біліңіз, тым болмаса отбасымы әйтеуір Алланың берген нығметін әкеп отбасымды бағып жатырмын ғой деп жаныңыз соны қалап тұрады. Міне Алла Құранда соны айтып жатыр да Аср сүресінде. Яғни ізгі амал істеушілер, жақсы амал істеушілер, олар қасірет шегетін қауымдардан емес. Уатавасау бил хақ, және ақиқатты қолдаушылар, ақиқатты тұратындар, ақиқатты мойындайтындар, олар қасірет шегетін қауымдардан емес. Уатавасау бис сабр, және сабыр етушілер, олар ақиқатпен бірге сабыр етушілер, олар адасушы қауымдардан емес деп. Осы Алла Тағала төрт адамды кәдімгідей осы біздің өмірімізді өзгертетін жайында Алла Тағала өзінің қыр сырын айтып кетті. Міне осылай әр сүренің осындай аяттарына үңілетін болсаңыз, сіздің өміріңізді кәдімгідей өзгертетіндей жол табасыз. Және ол жеңіл жол, және ол төте жол, және тез арада осы өмірде қандай мақсат қойған болсаң, соған жететін жолдың ең жеңілі Алланың ол Құраны, және адастырмай сізді алып жүретін кітап ол Алланың Құраны. Бұл жайында пайғамбар алейхиссалам да хадисінде айтып кетті. Мен сіздерге қалдырып бара жатырмын Құранымды және менің сүннетімді. Адаспайсыздар, мен сіздерді хауыздың алдына тосамын. Осы Құран менің алдыма сіздерді тікелей алып келеді деген хадисінде көріп тұрмыз. Демек, құрметті жастар, мына өмірде бізді өзгертетін ең бірінші кітап, әрине жақсы жаққа өзгертетін, өмірімізді кәдімгідей нұрландырып, кәдімгідей бұлтты сейілтіп, төбемізде күн алып келетін өмір, ол Құран кітабы. Екінші кітап, бұл пайғамбар алейхиссаламның өмір баяны жайында кітап. Ол сират набауия деп айтылады. Біздер пайғамбар алейхиссаламның өмір баянын оқымайынша, өмірімізден сол жерден бір үлгі алмайынша, біз өмірде көп деген жерде қателік жіберіп қоямыз. Көп деген жерде кәдімгідей сынып қаламыз, еңсеміз түсіп қалады. Көп жерде шығатын жол таппай қалып, адамдарды үлгі қылып жатамыз. Жоқ, мына өмірде үлгі қылатын бір адам бар, ол пайғамбар алейхиссалам. Алла Құран кәрімде пайғамбар жайында қудуатын хасана дейді. Яғни пайғамбар сіздерге нағыз үлгі алатын адам сол дейді. Сол пайғамбар алейхиссаламның
өмір баянынан үлгі алатын болсаңыз, онда кәдімгідей өзіңіздің өміріңізбен салыстырған кезде сізге әлде қайда жеңіл болады. Өйткені ол кісінің өмірі өте ауыр кезеңдерді басынан өткізді. Ол жайында алейхиссалам айтады, қандай да бір қиын жағдайға түсіп қалсаңыздар, мені еске алыңыздар, өздеріңізге жеңіл болады деген. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын арқылы үйреніп алып, отбасыңызда және жұмысыңызда, қоғамда, сапарда кез келген сәтте үлгілер бар жерде. Ол жерде бізге шығатын жолдардың есіктері бар. Сол бізді кәдімгідей жақсы жағына өзгертеді. Үшінші кітап бұл отбасы жайында кітап. Менің де өзім авторлық жанұяс атаулы кітабым бар. Сол кітапты қолыңызға тисе, міндетті түрде оқыңыз. Өйткені ол жерде кәдімгідей отбасыңыздың ережесі қалай болады, жалпы отбасы деген қандай ұғымнан тұрады, соны барынша соны беруге тырыстық, жалпақ тілмен, жеңіл тілмен барынша. Теңіздің бір тамшысындай болса да бір үлес қосуға әрекет қылған кітабымыз еді. Сол кітапты оқыңыз, Құдай қаласа деп айтайық, сіздің өміріңізді өзгертеді. Және төртінші кітап өзгертетін, мынау Стивен Кови деген кісінің жасампаз жандардың 7 дағдысы деген кітап бар. Мен өзім ол кітапты оқып шыққам. Бұл табысқа қатысты, жалпы қазір кәсіп дейміз, табыс дейміз, ақша дейміз. Соның жалпы қалай болатын, соның 7 дағдысын айтып шыққан кітабында өте керемет кітап. Өзім жақсы көріп оқимын сол кітапты. Соны оқуға кеңес беремін. Яғни табысыңызды қалай табу, оны қалай сақтау, оны қалай көбейту, жолдары қалай болады. Соның амал істесек, осы 4 кітапқа, құрметті жастар, ол Құран кітап, ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір баяны, ол жаңа айтқандай отбасыға қатысты жанұя кітабымыз, және ол жаңағыдай жасампаз жандардың 7 дағдысы. Стивен Кови деп жазсаңыздар, жалпы оның жаңағыдай электронды вариантта, PDF варианттары бар. Міне осындай кітаптармен кеңес беремін, құрметті жастар. Әрине бұл кітап сұрағандарыңызда өте орынды сұрақ. Осы сұрақты қойған кісілерге мың алғыс. Өйткені біз сондай біліммен қаруланбайынша, біз мына өмірде көптеген қиыншылықтардан шыға алмаймыз. Біз білім алғам деген мектептен алған біліміміз, одан кейінгі жоғары оқуда университеттен алған біліміміз өмір бойы жетпейді ол нәрсе. Қазір күнделікті не бір жаңа өнімдер шығып жатыр. Күнделікті осындай кітаппен қаруланып, білімімізге білім қосып отырмасақ, онда біз өзгермейміз. Бұл 4 кітаптан кейін уақытыңыз болып жатса, әрмен қарай және кітаптар оқи берсеңіздер болады. Сол себепті жаңағы жалпы арнамыздың да атаулығы 4 құбылаң тең болсын дегенімізде сол еді. Кітапханаңызда, ол алдыңғы дәрісте айтқан болатынымыз, үйіңізде үлкен экранды теледидар болмаса да, бірақ үлкен кітапханаңыз болсын деп айтқан едік алдыңғы дәрістерімізде. Және ол кітапханамызды міндетті түрде осы 4 кітап тұру керек. Ол руханият кітабы, жаңа айтқандай ол Құран, ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір баяны. Екінші отбасы жайында кітап болу керек. Ол үшінші кітап денсаулыққа қатысты кітап тұру керек. Төртінші ол табысыңызға қатысты кітап болу керек. Осы төртеуден артылып жатса уақытыңыз, әрмен қарай кейін басқа кітаптарды оқи берсеңіз әрине құпа-құп болатын амал. Сол себепті құрметті жастар, осы арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және өзгелерге де бөлісуді ұмытпаңыздар. Біздің міндетіміз сіздерге жеткізу, айту, ал сіздердің міндеттеріңіз оны өзгелермен бөлісіп отыру. Алла Тағала баршамызға жар болсын.